Армысыздар, арнада бұқму жаңалықтары. 3 қараша күні университетіміздің педагогика факультетінде педагогикалық тәрбие және оның құндылықтары атты кездесу кеші өткізілді. Ұстаздық ұлы нәрсе. Дүниеде бұдан асқан қиямет қайым қызмет жоқ. Сонымен қатар бұдан асқан да ұлы қызмет жоқ. Осыншама ауыр жүкті арқалап көп жылдар бойы осы салада маңдай терін төге қызмет еткен аяулы ұстаз Клара Хамидоллақызы кездесу кешінің қадірменді қонағы болды. Алғы сөз педагогика факультетінің деканы Ерғалиева Гүлжан Алғазықызына беріліп, Гүлжан Алғазықызы жиналған көпшілік студенттерге өз мамандығы туралы ақпарат берді. Ұстаз дихан сияқты ол әр адамның жолына білім дән себет, әр шәкірттің аялап, өмір атты шексіз ғаламға топшасын қатайтып ұшырады. Дәлірек айтсақ, адамды өмірге сезілуге тәрбиелейді. Сол үшін бойындағы асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп, тер төгеді. Ұстаздардың ұстазы Клара Хамидоллақызы өз кезегінде жиналған көрерменге былай деді. Өзім жақсы көріп, мұғалім болғым келіп, осы институтқа түстім. Негізінде үлкен ағам сол кезде Алматыда, СХИ-да жұмыс істеп жүр, доктор наук, профессор болды сол кезде. Сосын ойланып келіп, мен педучилищеға түстім деп, СХИ-ға бармайым, экономист болмайым, математиканы жаратпайым деп. Содан осы педучилищені бітіріп, өзіміздің Оралға, Тайпақ ауданында 3 жыл жұмыс істедім. Бұл кезде өте қатал болды. Направлениемен жіберсе де, жіберген жерге барып оқып жұмыс істеу керек болды. Ұстаз болу ол әркімнің қолынан келе бермейтін ұлы өнер. Осы өнер иелері шәкірттерінің жүректеріне қуат құйып, көңілдеріне шуақ нұрын сеу, өмірге деген құштарлық сезімдерін оятады. Ұстаздар жүрек жылылығы мен адамгершілік ұлылығын шәкірттеріне бойына сіңіре біледі. Ұстаз өз білімін, мейірімін шәкірттеріне беруден әсте жалықпайтын, енемен құдық қазғандай қажырлы еңбекті қажет ететін мамандық иелері. Әлемде 2-ші ұстаз атанған Әл-Фараби бабамыз нағыз ұстаз айтқан ек еткізбейтін, үстінен ешкім шағым жасауға батылы бармайтын, білімі терекей теңіз, ақыл-ой парасатында да, ерік жігерінде де ешкім тең келе алмайтын адам. Осындай қасиеттері бар ұстаз ғана оқушысына үлгі өнеге көрсете алады. Ол халықты соңынан ертіп, оның мұң-мұқтажын, талап тілегін орындай алады деп өте дұрыс айтқан. Біз өз кезегімізде өмір өрнектері өзгеше өрілген ұлағатты ұстаздардан көп нәрсені саңылауы бар санамызға сіңіре отырып, болашақта салиқалы ұстаз болып, тәуелсіз еліміздің еркін ұландарын тәрбиелеуде бар қажыр-қайратымызды жұмсауға қашанда дайын болайық дегіміз келеді. Саламатсыздар, менің аты-жөнім Токкоров Нұржан, осы педагогика және психология мамандығының 1-ші курс студентімін. Сіздерге қояр сұрағым осы жоғары нәтижеге қол жеткізуге басты түрткі қандай? Біздер осы институтты бітіріп, сол жылы 25 адам қалды. Мен келген жылы бәрімізге талап қойды. Стажировкаға жібереміз, оқисыңдар, кандидатский жазасыңдар деп. Сосын сол түрткі болды. Біздер онда білмейміз, ол қалай екен, не екен, тіпті қазіргідей информация көп емес. Қазір ғой көп. Болам, істейм, қолынан келеді деп. Барып, сүңгіп кеттік ғылымға. Сол Ленинский библиотека 9-да ашылады. Москвада оқыдым мен. 9-да, 10-да жабады, 10-да шығамыз. Күндіз ұзаққа ішінде жүреміз. Ана Москва слезам не верит деген киноны көрдіңдер ғой. Курилка тап сол. Курилкасы бөлек, читальный зал бөлек. Сосын диссертационный зал деген диссертациялар жинағы бөлек. Сосын демалатын бөлмелері бар. Керім жақсы столовый бар. Бәрі ішінде ештеңе керек емес. Аталған ақпараттар легі осылай болды. Назарларыңызға рахмет.